Сәлем достар. Сәлем достар. Қалайсыздар? Бүгін мереке, соңғы қоңырау болды. Мектептердің бүкіл Қазақстан бойынша көптеген мемлекеттерде. Бүгін праздник енді. Көптен бері влог түсірмедім. Бүгін влог түсірем ба деп отырмын, Құдай қаласа, осы бастап. Енді бір арнайы бірдеңе түсірейін деп отырған жоқпын. Жай ғана влог. Үйде бүгін енді күн салқын болып кетті, суытып кетті прям. Я, не сияқты ғой, күз сияқты ғой, елдің бәрі куртка киіп алған. Мен костюммен шыға салып едім, такси келем дегенше далада қатып қалдым, мектепке жетемін дегенше. Енді кеше аяқ астынан біздің Ақнұр, біз білмедік даже, грамота алатын грамота алды, үздік оқушы атанды. Әкелсең әкелем. Көрсеткісі келіп тұр Ақнұр, қазір алып келеді, көрсетем дейді. Оның алдында Сымбат областной Тоғызқұмалақты областнойда алғыс хат алып келді. Сонымен енді екі қыз, мама, осыны атап өтпейміз ба деп отыр. Сонымен енді қазір Құдай қаласа пицца пісіріп берсем деп отырмын. Пицца елеп қойып, онан кейін торт пісіріп берсем ба деп отырмын бұларға. Соң енді соларды көрсететін боламын. Мінекей Сымбаттың алғыс хаты, міне облыстық білім басқармасының ұйымдастырғаны, онан кейін мынау мақтау қағазы үздік оқығаны үшін Ақнұрдікі. Енді осы екі қыз қоймай тұр, соған бола енді бүгін праздник не істейміз, бәрібір күн суық, огородқа шығып ештеңе істей алмаймыз, аулада ештеңе істей алмаймыз. Үйде отырып, сол жай ғана влог түсіргіміз келіпті. Қазір енді әрине үздік оқушы атанған деген өте жақсы. Мектептің де абыройы, өзіңнің де абыройың, ата-ананың да абыройы, бауырлары бәрі қуанады әрине. Бірақ ең бастысы жүрегіміздегі иманымыз болсын, адамгершілігіміз болсын деймін, балаларға да соны үйретемін. Bizim класста 8 бала. Үздік атанды ма? Молодец. Bir ұл 7 қыз атанды. Я, осы беттерінен таймай, ата-ананың, мектептің атын осылай жақсыдан көрсетіп, өзіңді жақсы жағынан көрсетіп, әрдайым үздік атанып жүре бер деп, екеуіне осылай тілек тілеп отырмын, достар. Сіздерге де осыны тілеймін, балаларыңыз сіздерді де қуантып осындай мақтау қағазын алсын деген тілектемін. Сен не айтасың, Ақнұр? Білмеймін дейді. Достар, енді осы әрі қарай не жасадық үйде, не болды, соны көрсететін боламын. Еке достар, мен қамырымды жайып сорпа жасап жатырмын. Қазір сорпасын, лапшасын, кеспесін кесіп салатын боламын. Мінекей міндетті түрде біз сорпа ішеміз күнде. Бір мезгіл міндетті түрде сорпа болады. Обед қою тамақ болса, кешке міндетті түрде сорпа болады бізде. Еке болдым. Күшті кеспелер шықты. Әдемі. Шашылып тұр, прям жұмыртқаға илегесін. Осындай кеспені көрсем, кішкентай кезімде өзімнің мамамның жасаған осындай лапша кеспе көжесі есіме түседі. Ол кезде бізде бала үйде көп ағайындымыз, Аллаға шүкір. Үлкен қазанмен жасайтын мамам. Қазір біз кішкентай ғана ғой жасайтынбыз. Ето балалар лапша ішпейді, біреу бірдеңе жемеймін деп отырады. Ол кезде не жасап береді, соны жеп жүре беретін едік. Сонда да бақытты едік. Қазіргі балаларға бірдеңе жетпей тұрады әйтеуір. Ананы жеймін, мынаны жемеймін деп
айту жоқтығын. Достар, мінекей компот қайнаттым. Ши менен малина бар. Цветін ше мына жерден енді айта алмаймын, енді бере алмаймын. Но даже шиелер өзіміздің қораның шиесі мұзға салып тастаған. Қазір цветін көрсетейін ше. Қазір сіздерге көрсетем. Прям күшті ғой. Мінекей. Міне. Күшті болып тұр. Мінекей. Менің тортыма дайындағым. Молочная девочка жасайын деп жатырмын. Соны Ақнұр маған көмектесіп жатыр. Помощница моя. Қазір қаласа піскенін дайын болғанын көрсетем ала қаласа. После достар. Мынау до болып тұр, после қалай болатынын көрсетемін. Молочная девочка шамалы ауырлау енді осылай. Жұмысы көп, но білмеймін осыны жасағым келді. Достар, мінекей менің пиццам пісті. Мына жақта мен отырмын. Мына жақта міне Ақнұр көмек көрсетіп жатыр. Ұйықтағысы келіп жатыр. Кеш болды, түн болды уже. Бірақ бізге 26-ны бізге ертеңнен бастап бұларда лагерь. До обеда болғанда 2-ге дейін. Сосын 2-де үйге қайтады. Мектеп дәл үйдің қасында. Мінекей мен пицца мына жақ бардак болып жатыр, көрмей қойыңыздар. Мен болсам Пицца пісіріп жатыр, бір жағынан торт пісіріп жатырмын. Тағы заказ түсіп жатыр, восточный пирогқа. Соның бәрін істейін жатырмын. қайта мамам мен баруыма шүкір. Соның бәрін пісіріп жататын шығармын мен. Мамаға көмектесіп. Қазір ал енді бізге ас болсын. Ал сымбат мына жақта. Біз әлі кітап өткізген жоқпыз. 7 класстар кітаптарын өткізбепті. Міне отыр кітаптарын дайындап, клейлеп, жыртық жерлерін біздерде жазылған жер болса, сызылып қалған жер болса, өшіретін болса өшіреді, өшірілмесе немен штрихпен бояп тастайды. Бояп кетіріп қояды. Сол міне бүкіл кітабын, 17 кітабын өзі скотчтап отыр. Қазір енді мен кейбір жерлер жасай алмаған қиын жерлер бар екен, соны көмектесемін. Сымбат не қылсын төмен қарап. Достар, мінекей мен влогым жалғасуда. Ақнұр лагерден келді. Лагерлері таңертеңнен 9-дан сағат 2-ге дейін. 2 болды ма қазір өзі? Сол не болды? Лагерде қызық болды ма? Бұл уайымдап лагер дегенде бірінші рет барып тұрған ғой. Мектептің лагері ғой. Дневной. Мама, мен 9-да барам. Сосын не істеймін? Мен қорқып тұрмын деп уайымдап болған. Не болды айтса қызықтарыңды? Перед біз барған соң бізге топқа бөліп жіберді. Бағдәулен деген. Бағдәулен шығар? Иә, сол топқа бөліп жіберді. Сосын біз бірден Данира, Надира екеумізді сол топқа бөліп жіберді. Егіз қыздар ғой, Данира, Надира деген подружкалары бір класста. Екеуін бөліп жіберді. Мен Данира мен Надира басқа топқа кетіп қалды. Жарыстырды ма? Иә, ертең спорттық киіммен келгенде жарыстырамыз деді. Молодец. Еще ояқта тамақ берді. Негізі қызық екен енді лагерь деген. Ояқта шай берді, сосын жұмыртқа берді асылған, сосын сүт кішенің ішіне май қосып берді. Молочная каша ғой, рисовая каша. Енді барасың ба? Иә. Жылда баруға балам екен. Жаным бұл деген уайымдады ғой. Мама, мен барам, иә. Сосын отырам классқа кіріп. Сосын не болады? Ояқта мектепте ешкім болмай ма деп. Сол, міне, лагерден келіп жатыр Ақнұр. Апалар көп. Не, дұрыс қой енді. Достар, кеш жарық деп қояйын, иә. Бізге ас болсын, неге аяқ астына мант істедік. Не тамақ деп, сонымен мант істедім. Кешегі айтқан тортым, міне разрезінде мынадай болды.
молочная девочка, бірақ сыртын әрлеуге ештеңе болмай қалды. Сыртындағы себетін посыпкасы да бәрі де. Нормально бірақ. Я, енді түн болды, бірақ тамағымызды енді шейін деп жатырмыз. Стирка, уборка бәрі болды бүгін. Сонымен балалар мөліге отыр, неке шаршады, өздері тамақ жейін деп жатырмыз. Бізге ас болсын. Достар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, достар. Осымен менің влогым аяқталды. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.